интернет журналистиканы жалпы журналистикадан бөліп алып қарайтын дәстүр қалыптасып бара жатыр да. Яғни дәстүрлі журналистика дейді, оған қарсы жаңа медиа немесе интернет журналистиканы қойды. Интернет журналистикада сол кәдімгі журналистиканың принциптеріне бағынады. Ешқандай да оның бір айырмашылығы жоқ, ол тек қана формат таңдау. Яғни қандай да бір сен интернетте материал берерде, сен бәрібір алдымен идеяңды, алдымен оның кейіпкерін, алдымен оның сюжетті жеткізу тәсілін, жеткізетін сюжетіңді бәрін дайындап аласың да, содан кейін барып оны қандай формада жеткізетініңді таңдайсың. Яғни интернет журналистиканың түптеп келгенде, интернет журналистика материал ұсынудағы ең соңғы қадам. Яғни сен оны газет бетінде де емес, телеэкран бетінде де емес, интернетте ұсынасың болды. Бірақ оның принципі, оның идеясы, оның мазмұны сол күйінде қалады. Ол кәдімгі журналистік материал. Азия елдерінің журналистері жиналған конференция өтті, цифрлік ортадағы медиа даму мүмкіндіктері деген. Жалпы енді цифровизация ол болды ғой, басталып кеткен процесс түбінде әйтеуір қай жерге апаратыны даму шегі белгісіз, бірақ басталып жүріп жатыр, қарқынды жүріп жатыр. Сол жерде Анна Качкаева деген үлкен профессор келді, Москваның жоғары экономикалық институтынан келді, журналистика профессор. Сол кісі қазір 5 экран принципі ұстану керек дейді қазір әр журналист. Ол жаңағы телевизор, компьютер, планшет, смартфон және машинаның ішіндегі жаңағы мультимедиалық құрылғылар. Кішкентай телевизор бола ма, радиосы бола ма. Осы 5 экран принципі және сен ұсынатын ақпарат осы 5 экранда да бірдей көрініс табуға қабілетті болуы тиіс.